Ассалаумағалейкум армысыздар. Құрметті STV Channel әмбебаптық YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Біз эфирдеміз. Бүгін 16 ақпан 2022 жыл. Бір нәрсені айта кеткенді жөн көріп отырмын сіздерге. Бұл STV Channel әмбебаптық YouTube арнасы тек қана мал базар, автобазарды түсірмейді. Бұл қоғамдық мәселелерді қозғайтын арна, өйткені әртүрлі бағыттағы арна бұл әмбебаптық. Сондықтан әмбебаптық болғандықтан әртүрлі видео ішіне салынады. Біздің қызықты видеоларды жіберіп алмаңыздар. Әр видеоға лайк басып отырсаңыздар, біздің арна дамиды. Сонымен қатар бүгін міне Түркістан қаласындағы Сауран аудан орталығына қазір жол тартқалы тұрмыз. Мұнда дүниежүзілік Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы мүшесі, сонымен қатар арасындағы Түркістан қаласының алқабидің төрағасы Таубай ағамыз бар, және облыс орталығына алқабиге бүгін қонаққа келіп отыр. Саудан аудан орталығына халыққа жағдай жасайтын, мұқтаж жандарға жәрдем беретін ұйымдар бар екен. Біріккен Араб Әмірліктері жәрдемдесетін солардың мүшесі де келіп отыр. Оларда қандай жаңалықтар болып отыр, қазір қысқаша сіздерге бейне ретінде көрсететін боламыз. Сол Сауран аудан орталығында Түркістан қаласындағы қазір мұқтаж жандар күтіп отыр. Соларға барып жәрдем, киім, оның әртүрлі жағдайларды қазір жасайды. Және бір айта кететін нәрсе, бұл әлі эфирде жарияланбаған жесір әйелдер, күйеуі қайтыс болған жесір әйелдерге $50-дан $49 ақша ай сайын алуға олардың мүмкіндіктері бар екен. Бұл жөнде әлі көп жарияланбаған, және мен эфирімде жариялайын деп жатырмын. Осы енді Құдай бетін аулақ қылсын, бірақ жағдайға мұқтаж жандар болатын болса, күйеуі қайтыс болған, айына $49-дан жәрдемақы алуға мүмкіндіктері бар. Бұны Біріккен Араб Әмірліктері қаржыландырып жатқан жағдайы бар екен. Осы жөнінде сіздерге қазір мәлімет беретін боламыз. Осы ұйымның төрайымына сөз кезегін береміз. Және астына ұялы телефон қалдырамыз. Сол ұялы телефонға WhatsApp нөміріне белгіленген құжаттарды тапсырасыздар. Ол кісілер сіздерге өз жауабын береді деген үміттемін. Ал біздің қызмет сол ақпаратты сіздерге жеткізу. Көрермендер, тағы да қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, әртүрлі бағыттағы тіркеліп қойыңыздар, тіркелмегендер болса, және лайктарыңызды аямаңыздар. Біздің арнаның аудиториясын кеңінен таратайық, және маған шабыт беріңіздер. Мен сіздер үшін қызмет жасай беретін болам ағайындар. Ал енді кеттік, назарларыңыз бізде болсын. Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстан Республикасындағы жәрдемдестік қауымдастығы заң тұлғалар бірлестігінің төрағасы Тастанбек Рысдәулетұлы. Мен балам. Қазақстан Республикасы Қызылай Түркістан облыстық филиалының директоры Жүсіпова Малика Абдрашқызы. Келді ғой. Кіріп жатыр. Малика апай. Халықаралық адам құқығын қорғау комитетінің инспекторы Тұрсынбаев Серік Абдуллаұлы. Түркістан облысының биі Жүніс Бақтыбек ағамыз. Малика апайлар. Бақтыбек Ержан Бауыржанұлы. Ержан. Подиум Ритейл Групп басшысы Иманалиева Гүлбану Қайратқызы қатысып отыр. Түркістан облысының аудандарында аз қамтылған отбасыларға көмек көрсету, өз-өзіне қол жұмсау, зорлық-зомбылықтың алу және құқықтық көмек көрсету бойынша үшінші ауданда және жаңа туған 5 нәрестенің отбасына әлеуметтік көмек ретінде жөргек түсіремге сыйға тарту. Ассалаумағалейкум, құрметті Сауран ауданының бүгінгі іс-шараға қатысушылары. Біз қазір жалпы президентіміздің жолдауын бәрін естіп жатсыздар. Жаңағы кедейшіліктің алдын алу,
зорлық зомбылықтың жаңағы өзін өзі қол жұмсау мақсатында оның алдын алу іс-шараларын өткізу жұмыстарын жүргізу. Босанған 5 семья бар ма? Бар ма? Қазір бүйтесіздер, онда мен сол үшін бірінші уақыттарыңызды алмай, осы 5 семьяға қазір жаңағы жөргек сөмке дейді, сол кісілерге тегін барып сөйлесу жұмыс жасайды. Келешекте мынау аудандық әкімшілік болсын, сіздер жаңа босанған отбасыларға осы кісілерге жаңа хабарласып айтып отырсаңыздар, сіздерге жаңағы көтерме бағамен айтқан уақытында өздері жеткізіп береді. Жалпы осы аудандағы қандай жаңағы кәсіпкер болсын, или жеке адам болсын, құқықтары бұзылған болса, солардың бәрін біз жаңағы қазір тыңдайтын боламыз. Келешекте соларға егер заңды түрде заңдары құқықтары бұзылған болса, оларға көмек көрсететін боламыз. Барлық бұл жерде біз қазір аралап шығайық дедік. Келешекте сотта, прокурорда, полиция бөлімінің басшылары да облыстық бәрі сол біздің жаңағы ұсыныстарымыздың бәрін қарап беретін болады. Оның бәрі біздің заңнамада қаралған, келешекте қараймыз. Сонымен қоса Қызылайдың өкілі келіп отыр, осы Түркістан облыстық Малика Абдрашқызы. Бұл кісі көп іс-шаралар өткізіп жатыр. Қазір сіздерге өздерінің жұмыстарын қысқаша айтып таныстырып өтеді. Жалғастырғанда менде бір ұсыныс бар. Мына кісілер күтіп отыр. Бағанадан бері жарым сағат болса беріп жіберейік. Одан кейін осы кісілерге лайықты әңгіме бұл деген. осы кісіге келеді. Аязында бар. Біразда баласында да келеді. Мәліметтер бар. Өте көп бұл жерде информация бар. Бұдан кейінгі мәселе бар бұл кісінің айтатын. Осы бұлар алып айтады. Жесір қалған әйелдер болса, одан кейін қалған балаларда бізге құжат тапсырып, сол балдар, соның үлкен балдар бола берсін арасында 10 жасқа дейінгі балдар құжат дайындайсыздар. Мейлі 4-еу болса 4-еу, 3-еу болса 3-еу. Сол құжат бізге тапсырылғаннан кейін, бір кішкене уақыттан кейін, қаралғаннан кейін ол барлығы мәлімдеме қаралады. Сіздердің балаларыңыз 22-ге келгенше біздерден $50 әр балаға басына көмек алып тұрасыздар. Менің есімім Жусупова Малика Абдрашқызы. Түркістан облыстық Қызылай қоғамының басшысы боламын. Осы көп жылдан бері келе жатқан бір проектіміз бар. Ол жесір аналар күйеуі қайтыс болған кезде бала шаға қалады. Сол бала шағаларға осы үкімет тарапында көмек алып тұрғанның өзінде де біз Қызылай қоғамынан Объединенный Арабский Эмират деп айтамыз. Біріккен Араб әмірліктерін қаржыландырумен. Иә, сол осы проект уже көп жылдан бері жүріп келе жатыр. Балалар егерде 10 жасқа толғанша бізге арыз шағым жазады. Көмек беруіңізді осы программаға қосуға деп. Бала саны шектеулі ме? Неше бала болу керек жесір әйелдер? О да шектеу жоқ қой. Шектеу жоқ онда. Бір бала болсын, 5-6 бала болсын, 10 бала болсын, оған шектеу жоқ. Ең мәселесі ол деген күйеуі қайтыс болған анықтамасы болу керек. ЗАГС болу керек, арнайы. Өзінің құжаты, бала шағасының өзінің. Сіздердің мекемеңіз тапсырады ғой, жаңа ай сайын $50 шамасында. $49. $49 шама. Карточкаге алып тұрады. Ол деген балдар ержетіп, жаңағы мектепті бітіріп, одан кейін әрі оқуға бітіргенше сол бәр көмегін жасап тұрады. Жаңа сіз айтып кеткен нөмірге хабарласамайла, қалай әкімшілікте, қалалық әкімшіліктерге ма, аудан, сауран айтып берсеңіз. Енді негізі мен қазір Райздравты білім саласын алдым, Собезді алдым. Соларға барлығыне электронный адресін алып, уже керекті құжаттардың барлығын салып жердім. Ал мектептермен жұмыс істеймін, соған салып жіберуім керек. Егерде мен жаңағы тастаған телефон 8702-640-07-08-ге WhatsApp-ына жазсын. Байланысқа шығуға болады. Байланысқа болады, иә. Рахмет ақпаратыңыз үшін. Қай кезде де біз өзіміз қолымыздан келген қызметті береміз. Болды, рахмет. Ұсыныстар болса, осы билер алқасы арқылы байланысқа шығуға болады.
Сондықтан ондай әрекеттер қолданып отырады. Сол возможностьты жібермеу керек. Жазатын нәрсені шағымдарды талқылап жауабын беріп отырамыз. Саламатсыздар ма, құрметті ауыл тұрғындары? Біріншіден енді аудан болып тұрғалы сіздерге бірінші келіп тұрмыз. Мына енді тікен шаңырақтарымыз биік болсын. Біз Белер алқасы өткен жылы 9-шы Төле би ауданының Қайберек Қыршетілін шілтенінде Барубас жиыны 2 күн болып, Белер алқасының жұмысын 10 облыстан 100-дей адам келіп 2 күн талқыладық. Сол кезде сіздердің осы аудандарыңыздың қаланың есебінен Таубай осында қатысып отыр. Түркістаннан осы кісі бізге өкіл болып, осы жақтан келіп сертификат алды бидеген. Ақтаудың кезінде, арыстың кезінде, осы төмен жағдай неған солардың ішіне шақыртып алды. Демесе мен ол жерге барам деген нем жоқ. Арнайы шақырылды. Сөйтіп барып, жаман емес, төбе биге шейін апарды ғой. Одан кейін осы жаққа не қылды деді. Төбе бимен Берекені сақтайды, орта болыңыздар. Мына жаңадан көтерген шаңырақтарыңыз биік болсын. Ел аңсап келіп, Сауранға барайық, Сауранның көрейік, халқының ынтымағын білейік дейтін орта болыңыздар. Істеріңізге берекет берсін. Әрбір ұсынылған пікірлердің қорытындысын алып отырасыздар. Ал істеріңізге береке, отбасыңызда амандық болсын. Ай сайын $50 шамасында, $49. $49 шамасында Карточкаға алып тұрады.